Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде services, қызмет көрсету деп аталынатын ерекше құрылым түрімен танысатын боламыз. Оның жасалу жолы келесідей: have көмекші етістігінен кейін кез келген толықтауыш қойылады да, оған етістіктің үшінші формасы жалғанады. Егер дұрыс етістік болатын болса, онда ed жалғанған етістік қойылады. Services қызмет көрсету құрылымын біз бір тірлікті өзіміз емес, екінші бір адамға жасатқан кезде қолданамыз. Мысалға алатын болсақ, I cut my hair, мен шашымды қырқамын. Егер біз шашымызды өзіміз емес, екінші бір адамға қырықтыратын болсақ, онда біз жоғарыда аталған құрылымның көмегіне жүгінеміз. Сол кезде I have my hair cut at Chic деген сөйлем жасауға болады. Мен өзімнің шашымды Chic деп аталатын әсемдік салонында қырықтырамын. Have құрылымда келген, my hair бұл бізде толықтауыш, және cut бұл кесу етістігінің үшінші формасы. Екінші мысал, I have my blood pressure measured twice a week. Мен өзімнің қан қысымымды аптасына 2 рет тексертіп отырамын дейді. Іс әрекетті біз өзіміз жасамаймыз, екінші бір адамға жасатамыз. Сол себепті біз ағылшын тілінде have plus object plus verb 3 құрылымын қолданамыз. Services құрылымын етістіктің бірнеше шақтарында қолдануға болады. Мысалға, present continuous шағындағы сөйлем I am having my car washed. Мен машинемді дәл қазір жуғызып жатырмын дейді. Having present continuous болған үшін my car object және washed бұл дұрыс етістік болғандықтан соны ed жалғанған. Екінші сөйлем past simple шағында берілген. I had my tooth removed yesterday. Мен кеше тісімді жұлдырдым дейді. Іс әрекет өткен шақта болған. Сол себепті had етістігі қолданылып тұр. Және үшінші сөйлем бұл present perfect шағында берілген сөйлем. I have never had my eyes tested. Мен ешқашан өзімнің көзімді тексертіп көрген емеспін дейді. Services құрылымы сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайды? Оны келесі сөйлемнің мысалында қарастырып өтейік. I have my laptop repaired at Sulpak. Мен өзімнің ноутбугымды Sulpakта жөндетемін дейді. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз have көмекші етістігінің альтернативасы ретінде do көмекші етістігін сөйлемнің басына шығарып жүреміз. Where do you have your laptop repaired? Сен өзіңнің ноутбугыңды қайда жөндетесің дейді. Have құрылымда келген have, your laptop бізде толықтауыш және repaired дұрыс етістіктің үшінші формасы. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз do көмекші етістігінің қасына not көмекші сөзін қосамыз. I don't have my laptop repaired anywhere. Мен өзімнің ноутбугымды еш жерде жөндетпеймін дейді. Services құрылымы жағдайында кейбір кезде біз сөйлемде have көмекші етістігінің орнына get көмекші етістігін қолданатын кездерде болады. Бірақ сөйлемдердің мағынасында ол кезде бірқатар айырмашылықтар байқалады. Мысалға, Акимжан had his camera delivered. Акимжан өзінің камерасын жеткізіп алды дейді. Басқа бір жақтан екінші сөйлем Акимжан got his camera delivered. Акимжан өзінің камерасын жеткізіп алды. Екінші сөйлем беретін мағынасы Акимжан өзінің камерасын әрең дегенде жеткізіп алды дейді. Яғни get қолданылған сөйлемде іс әрекеттің белгілі бір қиындықтар арқылы іске асқанын түсінуге болады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да құрылымдар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше